Мен айтам өзім ең қызықты коммент кім жазады, соған декларациясын тегін тапсырып берем. Ол жерде коррупция, какой-то мошеннический схема, анау мынау уже оған жол берілмейді. Құжатыңды көре алмасаң, сені салық төлеткізіп қояды, мемлекеттік ақпарат қауіпсіздігіміз. Тесік деген сөз ғой. Қандай молодец деп андай. Соған таңғаламын. Біздің қыз-келіншектер мықты. Табыс және риск әрдайым бірге жүреді. Бұл әділдік принципі негізі. Айгүлі, сені бұрыннан бері танимын. Жалпы келгенің үшін рахмет. Шақырғаның үшін рахмет. Сенімен бұрыннан сөйлескім келген, осылай сұхбат алғым келген сенен. Жалпы өзің туралы кішкене айтып кетсең. Жақсы. Таныстырып кетсең. Достар, менің есімім Айгүл. Мен Procter & Gamble компаниясында Аманмен бірге жұмыс істеп келе жатырмын. Өзім 15 жылдан асып қалды енді. Бухгалтерия, салық, ішкі істер бақылауы, одан кейін валюталық бақылау, сонымен қатар көп андай корпоративтік жобаларды жүргізіп отқам. Бұл менің кәсібім туралы. Енді өзімнің кішігірім проектлерім де бар. Уже 3 жылдан бері жеке инвесторларға қалай декларацияны, 240-шы декларацияны қалай тапсыру керек, ұлттық банктегі... Маған да көмектеседі ол туралы. Ұлттық банктен қалай валюталық бақылауды өту керек, сол сияқты осындай менің кішігірім жобаларым бар. Бүгінгі таңда мен Қазақстанның бизнесіне инвестицияда тартып келе жатырмын, бизнеске де көмек көрсетіп келе жатырмын. Өте керемет, сол жағы. Мен шынымды айтсам таң қалдым. Сені бұрыннан бері танимын. Сені әріптесім ретінде сыйлаймын. Осы қанша 2 ай болды ма, блог жүргізіп жатсың, мысалы да. И сол сенің блогың маған өте ұнайды. Және сенің жасап жатқан жобаларың өте керемет меніңше. Сол сұрайын дегенім, мысалы сен анасың, сен жұмыс істейсің тағы. Және жобаларың бар. Қайдан уақыт табасың оның бәріне? Уақыт жоқ, вообще уақыт жоқ. Негізі ұйықтамаймын десе. Негізі ұйықтамаймын. Мысалы, сен де сағат 6-тан тұрып пост жазасың ба? Мен тура сондаймын ғой. Тура сондаймын. Негізі көп жоба болғаннан кейін енді мотивация оған енді күш керек, мотивация керек. Менің мотивациям бұл менің семьям. Балаларым үшін, сен де сол балаларым үшін, семьяң үшін осындай күш беріп тұрады ғой. Содан кейін енді бір жағынан ол да қызық. Ол да қызық, ол да былай өзіңнің личностный рост дейді ғой, оны былай не қыласың, өзіңді өзің көтере аласың, енді түсінесің, ол бәрі тәжірибе. Қазіргі таңда енді жас болғаннан кейін ба, енді қандай да бір жетістікке жетем, соны ұмтылам деп жүргеннен кейін ғой деймін. Керемет Айгүл. Негізі сенің жобаларың жайында сөйлескім келіп тұр тағы да. Сен айтып жүрсің, қазір Қазақстанда жалпыға бірдей декларация енгізіліп жатыр. Нақтысы білмеймін, келесі жылдан бастап па, 2025-тен бастап па. Сол жайында жалпы айтып кетсең, не үшін керек, неге мемлекет соны енгізіп жатыр, неге мемлекетке ол қажет? Әр адам сол өзінің қанша ақша бар екенін көрсетуі дегендей. Сол туралы айтып кетсең. Жақсы. Негізі жалпыға бірдей декларациялау дегеніміз бұл әр азаматтың өзінің мүлкі, өзінің міндеттемелері және өзінің кірісі, табысы туралы мемлекетке жыл сайын беретін ақпарат. Не үшін бұл? Негізі бұл позитивті нәрсе, менің ойымша. Не себепті? Біріншіден, бұл ең басты бізде енді үлкен проблема мәселе, бұл жемқорлыққа қарсы қосылатын іс шара. Екіншіден, қазіргі таңда біздің біздің мемлекеттік бюджетке салық көлемінің енді толық көлемінде салу үшін керекті іс шара. Не себепті? Егер де біз қазіргі кезде осы декларациялаудың арқасында одан да біздің салығымыз ұлғайса, онда бұл жаңа мектеп, жаңа аурухана, жаңа социалды объектілер қосылады деген
деген сөз ғой. Америкада мысалы бұрыннан бар ғой, енді кез келген мемлекетті алсақ, енді андай дамыған, олардың бәрінде осылай жалпыға бірдей декларация бар. Әзірге ол енді бірінші рет өткеннен кейін бәрімізге енді андай кішкене қиналып отырмыз ба, анау мынау әңгіме айтамыз, бірақ ең басты бұл өте дұрыс нәрсе. Былай қарасаң, мысалы Қазақстанның андай салық жүйесін қарасаң, қаншама жақсы нәрселер бар. Цифровизация, мысалы бүкіл электронный счет фактурамыз бізде енді болып жатыр. Электронный накладной декларация, мысалы таможенный декларация. Қағаз көбейтпейміз, Вообще, во-первых, қағаз көбейтпейміз, одан кейін transparency. Transparency дегеніміз енді ашықтық. Ашықтық. И ашықтық болғаннан кейін ол әділдік болады деген сөз. Сондықтан мен өзім жеке басым мына жалпыға бірдей декларацияны қайта қолдаймын. Себебі оның позитивті несі әсері көп деп ойлаймын. Америкалық фильмдерде көбінесе болады ғой, адамдар мысалы, көбінесе аналар болсын, столда отырады, кешке анау чектарын алып, өзі бір жерге жазып дегендей, сосын кеп балалар сұрайды, мама, что ты делаешь дегендей. Ол айтады да, білем, салық төлеу керек, сол салық үшін декларация тапсыру керек дегендей. Негізі жақсы екенін түсіндіргеніңе рахмет. Тағы айтады ғой, көбісі комментарийларды қарағам, қазір бүкіл жаңалықтардың несіне пабликтарында комментарийді қарасаң, ашып жазылады да, не бар ғой, конституцияда не деп айтады, конфиденциальность вкладов дейді ғой. Мысалы, сол кезде адамдар декларация жазса, конфиденциалдық болмайды ғой, бәрі ашылып қалады ғой, получается. Ол жағынан қалай қарайсың? Көз қарасың қандай? Енді ашылып қалады деген кезде ол кімге ашылып қалады? Мысалы, енді біздің мысалы салық кодексінде налоговая тайна деген болады. Себебі ол жеке тұлға болсын, заңды тұлға болса, ол ақпаратты неге үкіметке берген кезде ол тек қана мемлекетпен осы жеке тұлғаның және заңды тұлғаның арасындағы қарым-қатынас. Ол бәріне жалпылаға былай салынбайды ғой. Және енді қазіргі таңда бізде қараңыздар, бір жағынан бұл қайтадан transparency деген нәрсе, бұл өте дұрыс нәрсе. Себебі transparency, ашықтық болған кезде, ол жерде коррупция, какой-то мошеннический схема, анау уже оған жол берілмейді. Поэтому қазіргі таңда, мысалы, енді осы 2023 жылдан бастап қой деймін, бүкіл брокерлер, бүкіл кімдер, банктер ақпаратты береді, ұлттық банк ақпарат береді, бірақ менің үшін заңды түрде ол заңға қайшы келмейді деп ойлаймын. Демек, еліміздің ары қарай дамуына жақсы үлес әкеледі деген сөз ғой. Ол декларацияны кім тапсыру керек және қашаннан бастап тапсыру керек? Сол қызық маған. Негізі бұл үдеріс бізде 2021 жылдан басталды. Яғни бірінші кезеңде депутаттар енгізілді. 2021-де 900 мың адам тапсырды бірінші декларация. Одан кейін 2022-де мемлекеттік лауазымдағы адамдар тапсырды, олар шамамен 2 миллион адам. Енді үшінші кезең енді басталып жатыр. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап уже заңды тұлғалар, заңды тұлғалардың басшылары, одан кейін заңды тұлғалардың құрылтайшылары, сонымен қатар жеке кәсіпкерлер және олардың жұбайлары, осы категориядағы адамдардың бәрі тапсырады. Заңды тұлғалар деген юридическое лице ма? И заңда мысалы резидент, не резидент болып бөлінбейді. Яғни экспаттар да осында Қазақстанда директор болса, Америкадан келген мысалы жұмысшылар да, Атырауда көп қой мысалы, Италиядан, Америкадан, олар да тапсыра ма сол да? Потому что олар нелері басшылары болады ғой, заңды тұлғаның басшылары. Мәссаған, керемет. Содан кейін резиденттер де тапсырады. Қызық екен. Мысалы тапсырмай қойсаң не болады екен? Мысалы мен де заңды тұлғамын, оны білмеппін тапсыру керек екенімді. Тапсырмасам не болады екен? Қараңыздар, бізде енді әкімшілік кодексіне сәйкес келеді оның нәрсенің бәрі. Ең басты бізде әкімшілік кодекста 2 бап бар негізгі. Ол декларацияны тапсырмаған жағдайда немесе декларацияны мерзімінен
тыс олай асырып тапсырсақ, бізге декларацияны егер қағаз түрінде тапсыратын болсаң 15 шілдеден асырмай тапсыру керек, және онлайн тапсырсаңыз ол 15 қыркүйекке дейін тапсыру керек. Қай период үшін, мысалы 15 шілдеге дейін қағаз бойынша қай период? Декларация 2024 жылы тапсырылады, 2024 период деп көрсетіледі, бірақ бүкіл есеп 2023 жылдың 31 желтоқсанына қатысты қылып тапсырылады. Бірінші қаңтардан 31 желтоқсанға дейін? Жоқ, 31 желтоқсан есебінде. Мысалы, менің қандайда бір мүлкім бар болса, мен 2024 жылы тапсыратын болса, менде мынандай мүлкім 31 желтоқсанда осындай мүлкім бар деп солай қылып тапсырам. Түсінікті ғой? Қызық. Егер сатып жіберсем ше, мысалы 1 қаңтарда? Енді сатып жіберсеңіз, оны 2025-те көрсетемін, 270 декларацияда көрсететін боласыз. Енді әкімшілік неге қайтып оралсақ, енді мысалы сіздер енді нені асырып тапсырдыңыз дейік, онда бұндай жағдайда сіз жай ғана ескертілу ретінде ғана не қыласыз, шектелесіз, яғни кіріс органдары сіздер ескерту шығарады. Егер де осы ескерту алып 12 айдың ішінде қайтадан бір осындай заң бұзушылық жасайтын болсаңыз, басқа декларация бойынша ондай кезде сіз 15 айлық есептік көрсеткіш төлейсіздер. Яғни бұл шамамен 51.750 теңге айыппұл төлейсіздер. Енді онша көп емес, дұрыс па? Екінші жағдай, мысалы бастапқы декларацияда толық емес, анық емес мүлік немесе ақпаратты көрсетсеңіз, онда қайтадан бірінші рет ескерту болады, онда қайтадан ескерту алып 12 айдың ішінде не алсаңыз, заң бұзсаңыз, онда 3 МРП дейді ғой, 3 айлық есептік көрсеткіш айыппұл төлейсіз. Шамамен 10 мың теңгедей примерно. Бір гипотеза пайда болды менде, жаңа ғана. Соны сұрайын деп едім сенен. Мысалы, мен болашақта, гипотеза тек не емес, рекомендация емес. Мысалы, мен болашақта кішкене салық төлегім келмесе, бұл декларацияда менде көбірек ақша бар деп көрсетсем, бірақ ол ақша жоқ, мысалы. Болашақта сол ақшаға салық төлегім келмесе, олай істеуге бола ма? Немесе қалай анықталады ол зат? Яғни қолма-қол ақша туралы айтасың ба? Қолма-қол ақша жайында сұрап тұрмын. Ол өте қызық мәселе, осыны толығырақ. Наличка дейді ғой, наличка. Мысалы, менде 100 миллион үйде жатыр деп айтсам. Өте жақсы мысал, қараңыздар. Енді декларацияда сізде қолма-қол ақшаны көрсетуге болады. Негізі жалпы декларацияны 3-ке бөле салайық. Мысалы, 3 топқа бөлейік. Бұл қолма-қол ақша туралы ақпарат, шет елдегі мүлік туралы ақпарат, және үшінші бұл шет елде және Қазақстанда болатын мүлік және міндеттемелер туралы әңгіме айтамыз. Енді бір қолма-қол, енді өзім бастадым ғой, қолма-қол ақша туралы. Қараңыздар, менің жалпы стратегиям, ол ақша менде бар ма, жоқ па, 34.500.000 теңгені мен декларацияда бар деп көрсетуге менің құқығым бар. Себебі ешкім оны келіп, менен талқылайтын, оның ондай ешқандай құқығы жоқ. Ешкім келіп, үйге келіп, санап тұрмайды. Яғни ол ақша жоқ болса да мен бар деп көрсетуім мүмкін. Яғни, құқығың бар деген сөз, құқығым бар, яғни мемлекет бір жағынан әдейі ондай мүмкіндік беріп атқан сияқты. Себебі осындай 100 миллион ақшаның хотя бы жартысын, ладно, енді легализациялаудың бір түрі екен ғой, да? Сондай бір кішігірім трюк сияқты менің ойымша. Енді қараңыздар, 34.500.000 деген ол прям мындай қатып қалған нәрсе емес, ол на самом деле 10.000 айлық есептік көрсеткіші. Бірақ 2023 жылы бұл показатель 3.450 теңге. Яғни 3.450-ді 10.000-ға көрсек 34.500.000 теңге шығады. Енді қараңыздар, егер де сіз мысалы мақұл 40 миллион деп көрсетсеңіз, декларацияда қолма-қол ақшам 40 миллион бар деп көрсетсеңіз, бұл нарушение, яғни сізге камералды тексеру жүргізеді, одан кейін сізге хабарлама келеді. Сіз декларацияны дұрыстай толтырмадыңыз, яғни мына қолма-қол ақшаның санын
төмендету керек, яғни 34 миллион 500-ден асыртпау керек. Қалай сонда? Мысалы менде ол ақша жоқ, мысалы, бірақ үйде мысалы 500 миллион теңгем болса, мен оны көрсеткім келіп тұр, мысалы, ашық түрде. Қалай мен көрсете алмаймын ба 34 миллион 500-ге? Қалай сонда не шектеу қояды, мен оны түсінбей жатырмын. Қараңыздар, қазір айтып кетейін, былай түсіндіріп кетейін. Яғни қазіргі таңда сізде жастықтың астында 500 миллион бар болсын, 100 миллион дейікші, ладно, 100 миллион бар болсын дейік, ол ақшаны үйде ұстамаңыздар деген ешқандай да шектеулік жоқ. Бір алайда былай дейік, 34 миллион 500-ді көрсеттік, қалған ақшаны көрсетпедік, мақұл, енді көрсеткім келмейді, көрсетпеймін дейсіз. 2 жылдан кейін, 3 жылдан кейін 100 миллионға кәдімгідей бір пәтер алайық. Содан кейін енді сараптама жүргізіледі ғой, мемлекеттік кіріс органдарында. Сосын айтады, аман, 34 миллион 500-ді көрдік, міне декларацияңда тұр, қалған ақшаны қайдан алдың дейді. Содан кейін осындай сұрақ қойғаннан кейін сіздер айтасыз, извините меня, сіздер мына декларацияда ондай талап қойылмаған. Мені 34 миллион 500-ді көрсете аласың дедіңіз ба? Көрсеттім дейсіз. Ал жақсы, ондай талап жоқ. Бірақ та осы ақшаны қалай алдың, соны құжат ретінде дәлелдеу керек. Яғни құжат ретінде дәлелдеу дегеніміз бұл, мысалы сіз айтасыз, мен мысалы 2017 жылы бір пәтерімді саттым, міне содан соның ақшасы мынау деп айтасыздар. Жақсы, ал егер осылай құжат ретінде сіз дәлелдей алмасаңыздар, не болады? Онда камералдық тексеруден өте алмады дейді, бұл азамат өте алмады, одан кейін осындай үкім шығарғаннан кейін 10 күннен кейін сіздер бүкіл банктік шоттарыңыз не қылады? Блокқа кетеді. Мәссаған. Санкция кетеді. Санкция кетеді, конечно. Одан кейін не болады? Одан кейін сіз обжалование кетесіз, одан кейін соттасасыз. Сотқа барсаңыз, сотта айтады, қайдан алдың ақшаны? Құжат ретінде, пожалуйста, дәлелдеп бер. Дәлелдей алмайсың ба? Онда алып қоя ма не сонда? Жоқ, онда 10% төлейсің. 65 миллионнан енді 65 миллионнан 10% енді 6,5 миллион тоже ақша ғой енді. Былай қарасаңыз. Сол себепті қазіргі таңда мемлекеттік осындай келеңсіз жағдай болмас үшін мемлекеттік органдар айтады, жақсы, осылай 34 миллион 500-ді көрсетеміз декларацияда, ал қалған ақшаны бір күнге болса да, хотя бы 2023 жылдың 31 желтоқсанына неге банкке бар, бір күнге сал сол ақшаны, енді біз сонда көреміз барлығы ақшаның бар екен. И, пожалуйста, 1 қаңтардан бастап бәрін шешіп, қалай қолданғың келеді, солай қолдана бер. Банкқа шотқа салу керек болса? Шотқа, депозитке енді өзіңіз не аласыздар, шешесіз. Сонда 34 миллион 500 мыңды көрсете алам, қалғанын көрсете алмаймын. Көрсетпесем де хотя бы банкқа салып қою керекпін. Да, банкке саласыз. Камералдық тексеруден бәрі өте ма, жалпы? Обязательно түрде. Мәссаған. Ол зат қызық екен негізі. Енді осындай кішігірім лайфхактар бар. Сол үшін менде де ондай ақша жоқ, бірақ мен өзіме де жолдасыма да сол 34 миллион 500-ді көрсетіп қоямын. Күшті. Бір апта бұрын ба, бір 3-4 күн бұрын ба сен видео жасаған едің декларация жайында. Сол видеоны толықтай қарауға үлгермедім, бірақ әрине қараймын, уақыт келе жатыр ғой. Сол видеоны қарап, декларацияны қалай тапсыру керек екенін түсіне аламын ба мен? Ол үйрете ма декларация тапсыруға? Қараңыздар, негізі мына бірінші видеоны Қазақ Файнанс деген YouTube каналында бірінші видео осы жерде сілтемені қалдырам. Бұл жалпы негізі қандай мүліктерді көрсетеміз сол туралы. Болашақта осы келе жатқан 1-2 аптаның ішінде уже самостоятельно өз бетіңізше қалай ес-салық азамат бойынша кабинет налогоплательщика егов арқылы қалай өз бетіңізше тапсыруға сол туралы видеолар шығады. Енді біз нені тапсырамыз, қандай мүлікті көрсету керек, біз сол туралы айтып кетейік, себебі біз 3 топқа айттық қой, қолма-қол ақшаны біз талқылап алдық. Енді тағы да 2 топты айтып жіберейін. Ең басты нәрсе, қараңыздар, сіздерде қазіргі таңда Қазақстан мемлекетінде, сіздерде жылжитын, жылжымайтын мүлік болса, бүкіл ақшаңыз, депозит, кредит, сол сияқты нәрселер, немесе заңды тұлға, мысалы сен заңды тұлға, соның ішінде қандай да бір үлесіңіз бар болса, сол туралы ақпарат тапсырылмайды. Үлес деген акционер деген сөз ба? Доля деп аталады. Сол сияқты осы ақпарат
ақпарат, яғни мемлекеттің ішіндегі ақпарат туралы ешнәрсе тапсырмайсыздар. Не себепті? Себебі оның бәрі уже мемлекеттік органдар, басқа мемлекеттік органдар неге комитетке тапсырылады, кіріс комитетіне, иә. Енді бізден не талқылайды десеңіздер, бұл ең алдымен шет елдегі мүлік, жылжитын мүлік, жылжымайтын мүлік, яғни жылжитын мүлік дегеніміз бұл машина, спецтехника, тіркемелер. Одан кейін жылжымайтын мүлік бұл жалпы коммерческое помещение, үй, пәтер, гараж, паркинг, дача болса дача, одан кейін яхтаңыз болса, немесе джет болса, яхта сонда жылжитын. Бірақ бұл шет елінде. Бұл барлық нәрсе шет елінде болса. Қазақстанда болса и так белгілі деген сөз. Қазақстанда болса, ешкімнің шатағы жоқ, ол қызық емес. Вот. И содан кейін, мысалы, сіздерде шет елінде бүкіл банктік салымдарыңыз 3.450.000-нан асса, ондай кезде сіз міндетті түрде декларация тапсыру керек боласыз. Яғни, мысалы, Америкада сенде $1000, Францияда 20.000 евро, не білмеймін, Италияда тағда бір 10.000 евро, соның барлығы эквиваленті, сол заттардың эквиваленті 3.450.000-нан асатын болса, оны кәдімге тізбектей былай не декларацияда 3.450.000-нан. Яғни 1000 айлық есептік көрсеткіштен. Қызық. Мысалы, егер мен 1,5 евроға машина сатып алсам Европада, мен оны көрсетпеуге құқылымын, дұрыс па? Иә, потому что ол 3 миллионға жетпей жатыр. Жоқ, ақшаң болса көрсетпейсің. Бірақ автомобиль алсаң уже көрсетесің. Мәссаған. Бірақ ол автомобиль енді сол Европа шет елде тұру керек. Оны сен Қазақстанға алып келгеннен кейін оны не қылады ғой, былай таможенный процедурасы өтіп, уже Қазақстандағы мемлекеттің ішіндегі заңдастырылады, дұрыс айтасың, иә. Күшті. Сол сияқты, енді және жалпы енді бір сен Амазонның бір несі болса, құрылтайшысы болсаң, сол шет елде заңды тұлғаның үлесің болса, оны да көрсетеміз. Бұл жалпы екінші топта қазір не қылып алдық, иә. Енді үшінші топқа келсек, бұл яғни басқа да мүлік, яғни Қазақстанда да, шет елде бар мүлік. Ондай не? Ол мүлік алтындар, инвестициялық алтын, как раз подкастың шықты ғой алтын туралы. Алтын құймалары, алтын монеталарыңыз, одан кейін долевое строительство туралы ақпарат, одан кейін мысалы долевое строительство вложение ма, сол неге? Құрылып атқан үйге, сол туралы ақпарат. Немесе мысалы сенде 3-4 квартираң бар, осы Алматыда, онымен айналысқың келмейді, бірақ олардың бәрін жалға беріп жатсың. Сондай кезде сен енді сенімгерлікке бере аласың ғой. Сол сенімгерлік туралы ақпаратты көрсетесің. Бірақ кішкене түсінбей қалдым. Мысалы, сен айттың ғой, Қазақстанда мүлкім болса, оны декларациялаудың қажеті жоқ деп айттың ғой. Бірақ бұл сенімгерлікке берілетін мүлік. Мен басқа біреуге сол мүлікті жалға берсін деп берсем, сенімгерлік басқаруға берсеңіздер, онда оны да көрсетесіздер міндетті түрде. Не үшін? Өйткені ол бізге кіріс алып келетін ме? Соған байланысты ма сонда? Байланысты болады, иә. Түсінікті. Келесі, сонымен қатар тағы да екі бір қызық нәрсе айтып кетейін. Бұл дебиторлық берешек және кредиторлық берешек. Бұл не? Маған қарыз және мен кімге қарызбын деген сөз. Дебиторлық ол маған қарыз адамдардың тізбесі, дұрыс. Кредиторлық мен кімге қарызбын деген сөз. Мысалы, мен саған 1 миллион теңге қарыз дейік. Енді заң бойынша біз осы қарызды нотариуске барып, соны куәландыру керекпіз. Не себепті? Мәссаған, банктардың енді кірістері көбейеді, нотариустардың кірістері көбейеді. Иә, дұрыс айтасың. Яғни біз осындай келісім шартқа отырып, нотариалдық куәландыру жасамасақ не болады? Ертең күні сен мысалы қазір декларацияны тапсырасың, ертең күні мен саған сол 1 миллион теңгені қарызымды қайтарып берем. Содан кейін кіріс органдары сұрайды, аман, 1 миллион теңгені қайдан алдың? Не табыс бұл деп айтасың. Сіз айтасың, ол табыс емес, Айгүл маған қарыз еді, қайтарып берді, өз ақшам. Жақсы, онда қандай құжат бар?
құжат жоқ болса, онда сол миллионнан қайтадан 10% не төлеу керек болады. Мәссаған. Құжатыңды көре алмасаң, сені салық төлеткізіп қояды. Конечно, обязательно содан кейін нотариалды келісім шарт не қою керек. Бір минимальный сумма жоқ ба? Мысалы, осындай суммаға, мысалы, нотариалдық келісім шарт керек жоқ деген. Ондай жоқ. Мысалы, мен 5000 қарызға берсем де, оны декларация... Жоқ, енді 5000-нан ешкім сұрамайтын шығар. Бірақ енді мен ойлаймын, осындай бір 500 мыңнан асатын, миллионнан асатын болса, я уже не аласың. Бірақ өз нотариустың құны бір қандай 30 мың теңге ма, сондай тұрады ғой. Поэтому смысл деймін. ROI, да? Да, сол сияқты. Енді бұл бірінші нәрсе, екінші нәрсе бұл басқа мүлкіңіз. Мысалы, басқа мүлк деген бұл неге? Сұрайын деген сол туралы. Басқа мүлік дегеніміз не? Басқа мүлік дегеніміз бұл міндетті мемлекеттік регистрацияға келмейтін мүлік. Мысалы, сізде қандай да бір антиквариат, ювелирный украшение, мысалы, асыл тастарыңыз, асыл тұқымды бір жануарларыңыз болса, жүйрік атыңыз болса, немесе бір леопард деп қойса, леопард картинаңыз болса, соның бәрі басқа мүлік. Оны енді бір бірлігі 3 миллион 450 мыңнан асса, оны көрсетуге болады, бірақ өз қалауыңша. Мына жерде енді тоже бір трики момент, өз қалауыңша. Яғни, қараңыздар, мысалы, менде қандай да бір жүйрік атым болсын. Олар енді қымбат тұрады ғой, мысалы 10 миллиондай болады. Мен оны, мысалы, менің қалауым бойынша мен оны көрсетейін дейік, декларация. Онда декларацияда көрсету үшін мен 2024-те бағалау компаниясына барып, айтам, маған мына өтіп кеткен 31 желтоқсан бойынша, соның есебі бойынша есептік. Енді бағалау компаниялардың да кірістері көбейеді деген сөз ғой. Категория көбейіп жатыр. Сол сияқты, содан кейін мен оны көрсетем, онда декларацияда көрсетем. Бірақ міндетті емеспін. Алайда былай жасаймыз. Жоқ, мен оны көрсеткім келмейді, мен оны көрсетпеймін деп мен шешім қабылдасам, және сол 3 жылдың ішінде сол жүйрік атымды сатайын деп айтайын. Онда не болады? Одан кейін қайтадан сұрақ пайда болады. Ал неге, мысалы, бастапқы декларациядан оны көрсетпедіңіз деп келеді. Одан кейін енді сондай сол сияқты көп сұрақ пайда болады. Енді менің осы ситуациядан қалай шығам десеңіздер, менің ойымша, мысалы, біз бастапқы декларациядан кейін 3 жылдың ішінде біз қосымша декларация тапсыра аламыз. Қосымша декларация тапсырған кезде ол енді заңды түрде, и мен жүйрік атымды сатар алдын, осылай қосымша декларацияны тапсырамды и сата берем, болды. Енді маған ешқандай претензия жоқ, потому что в конечном итоге жүйрік атым осы декларацияның ішінде көрсетілген деген сөз. Сонда мен сатсам ешқандай салық төлемеймін деген сөз ғой. Салық төлемеу керекпін, өйткені менде декларациямда бар. Декларацияңызда бар, бірақ енді ол жерде, мысалы, приростқа байланысты не қылады. Прирост бар болса сатасыз, енді на разницу. Прирост жоқ болса сатпайсыздар. Мысалы, қалай анықтаймын, прирост бар ма жоқ па деген сонда? Енді мысалы қараңыз. Оценкада, оценкада, мысалы, 2023 жылдың 31 желтоқсанда ол 10 мың теңге тұрсын, 10 миллион тұрсын дейік. Мен оны 20 миллионға саттым десек, сонда прирост дегенімізді 20 миллионнан 10 миллион аламыз, яғни 10 миллионнан мен салық төлеймін. Ал енді, мысалы, декларацияда оны көрсетпесем, мен сатып жіберем ғой, и не болады? 20 миллионнан 10% салық төлеу керек болады. Сонда вместо 1 миллионның орнына 2 миллион салық төлеу керек болады. Сондай нәрсе. Бірақ алайда не үшін мына именно осы басқа мүлік туралы андай ол міндетті емес деп көрсетіледі. Себебі менің ойымша, бізде қазір, енді білесің ғой, ақпараттық технологиялар дамып жатыр деген сөз ба? Жоқ, ақпараттық безопасность, информационная безопасность. Бізде онымен қазір енді біраз мәселе бар ғой. Біздің бүкіл жеке мәліметтеріміз. Жеке мәліметтеріміз Даркнетте бар. Даже телеграм канал бар, Глазбога дейтін ба, сол жерге кіріп, мысалы, атың мен фамилияңды жазсаң, бүкіл ақпарат шығады сен туралы. Вот, қаншама алаяқтар соны қолданып, қазіргі азаматтарымыздың көз жасынан қалып жатыр. Сондықтан, енді ертеңгі күні осы ақпарат, менің тапсырып жатқан ақпаратын ертеңгі күні
қандай да бір енді утечка бола ма болмайды ма, оған менің енді сенімім жоқ. Сонда біздің ақпараттық қауіпсіздігіміз, мемлекеттік ақпараттық қауіпсіздігіміз тесік деген сөз ғой. Иә. Ол үлкен жағдай ғой, үлкен мәселе, негізі ауыр мәселе. Содан кейін тем более біз жалпы декларацияға өтіп жатырмыз. Мен мысалы, как орысша айтады, мне было бы неприятно, если бы кто-то забил мое имя, фамилию, увидел там, сколько у меня что где есть дегендей. Өте жаман жағдай. Ол негізі жалпы декларациялау деген қиын жағдай, қиын сұрақ қой негізінен. Особенно андай адамдарға да қатты қаржы мәселесіне қатты араласпайтын адамдар болады ғой. Көбісі сондай адамдардың. Сен өзің осы жеке консультация жасайсың ба, саған мысалы менің көрермендерім жазса, біздің көрермендеріміз. Иә, келіп енді заказ тапсырсаңыз болады, қабылдаймыз деп қояйын. Негізі, иә, мына салада уже опытым бар, потому что 3 жылдан бері кәдімгідей тұрақты менің клиенттерім бар, 240-шы декларацияны өз бетінше. Мен де сол клиенттердің бірімін. 240-шы декларацияны тапсырып жатырмыз. Енді қазір 250-ші, сонымен енді жұмысты жалғастыра береміз. Әрине, келіңіздер, бар көмегімізді көрсетеміз. Қазір менің оқырмандарыма телеграмдағы және менің крипто қауымдастығыма ең бір маңызды зат бар, ең маңызды сұрақ туындайды. Цифрлық активтерді декларациялау керек па? Керек. К сожалению, керек деп қояйын. Сонда оны қалай декларация жасаймын? Мысалы, менде биткоиндар бар. Ашық түрде жариялаймын, бәріне көрсетемін, телеграмда жазам. Қанша биткоин сатып алатынымды да. Сонда мен қалай декларациялаймын? Қандай ойың бар сол жайында? Отдельный бір форма бар ма, немесе не ол? Иә, декларацияны тапсырған кезде ол жерде мысалы қаржылық қағаздар, ценные бумаги, одан кейін туынды қаржы инструменттері және цифрлық активтер, криптовалюта, иә. Производный финансовый инструмент. Производный финансовый инструмент, и цифрлық активтер. Оны декларацияда көрсеткен кезде сіздер мысалы енді не очень удобно жасаған. Мысалы, енді сен мысалы биткоинді ай сайын аласың ғой, допустим, ай сайын. Сол жерде декларацияны толтырған кезде оның несін көрсетесің, қанша криптовалюта, количество, санын көрсетесің, одан кейін қандай бағада оны сатып алдың, соны көрсетесің. Енді сен мысалы уже 20 ай бойы ана биткоинді сатып алып келсең, сол бүкілін бәрін тізбектеп жазып шығу керек боласың. Одан кейін акцияларыңды қос, одан кейін барлығы акцияны сен жасап бересің ғой, маған 240 акцияны уже үйреніп қалдық. Соңғы 3 жылда көрсетіп тұрамыз ғой, қанша акциямыз бар, қай елде бар дегенде. Мысалы, декларацияда біз жазамыз ғой, қазіргі біздің брокер JP Morgan, JP Morgan Chase деп жазамыз. Ал мысалы криптовалюта, криптомияда жатыр ғой. Оны қалай көрсетемін? Ол жақта ондай ақпарат көрсетілмейді. Жай қанша криптовалютам бар деп көрсетсем болды. Жалпы салынын және қандай бағада алғаныңды көрсетсең болды. Түсінікті. Ашық айтып кеткеніңе рахмет. Ол жайында. Енді екінші жобаң туралы сөйлескім келіп тұр. Сенің жаңа жобаң туралы сөйлескім келіп тұр. Құрметті көрермендер, ол жоба маған өте ұнайды. Ол кіші және орта үлкен бизнесіне инвестиция жасау. Адамдардан, мысалы, розничный инвестор дейді ғой, жеке инвесторлардан ақшаны жинап Қазақстандағы бизнеске салады екен. Сол туралы айтып бер. Иә, қараңыздар, бұл жоба кімге керек, қандай пайдасы бар деп айтып кетейін. Қараңыздар, ең басты бұл жоба жеке инвесторларға да және кәсіпкерлерге де өте пайдалы. Не себепті? Себебі мысалы жеке тұлға инвесторлар, олар бұл жоба арқылы өзінің инвестициясын, диверсификациясын жасайды, және екіншіден жаңа қосымша табыс көзі пайда болады. Ал және жеке инвестор, ойламаңыздар бір ойбай капиталы 10 миллион доллардан асатын адамдар емес, кәдімгідей біз сияқты қарапайым адамдар да осылай жеке инвестор бола алады. Себебі инвестиционный проектіге 300 мыңнан 500 мың теңгеден бастап инвестиция жасауға
болады. Бұл бірінші жағдай. Екінші жағдай, бұл мысалы кәсіпкерлерге не үшін ол қажет деп айтып кетейін. Яғни андай кәсіпкерлер инвестицияны алған кезде, яғни өзінің кәсібін масштабқа шығара алады. Бұл біріншіден. Екіншіден, мысалы ағымдағы өзінің қаражаттарын ұлғайтып, сол арқылы жаңа табыс алып келеді және өседі. Мысалы неге мен сенің соңғы 2 проектіңе инвестиция жасағам, ол Балако ең соңғысы 2,75% айлық мөлшер, айлық пайыздық мөлшер алып келеді, және Хенри Боннер деп аталатын гүл сататын желі. Соған 2,5 айлық пайыздық мөлшер алып келеді инвестицияға. Неге оларға мысалы жай кредит ала салмау? Им же легче, например, взять кредит, там не меньше ставка будет деп ойланып қалды көбісі мысалы. Ол туралы да айтып кетейін. Қараңыздар, енді біз инвесторлық қоғам болғаннан кейін, біз ең басты принцип, біз банк емеспіз. Себебі банк, мысалы бизнес банкке барса, обязательно о жерде залог төлеу керек, не төлеу керек. Біздің стратегиямыз кішкене басқаша. Біз әріптестік ретінде бизнеспен біз олардың инвесторлық партнерство, әріптестік тұрғызамыз, Яғни банкте, мысалы, банкте білесің ғой, аннуитетные платежи көбінесе. Яғни процент төлеген кезде уже сразу тело займада жүреді бірге. Ал біздің подходымызда, яғни кәсіпкер ол нені төлеген кезде бастапқыда 12 ай бойы ол тек қана сол табыстық нені көрсетеді. Пайызын төлейді, пайызын ғана төлейді. Бірақ денесін төлемейді. Денесін 12 айдан кейін қайтара алады. Яғни 12 ай бойы кәсіпкерде ол денені оборотный капиталға өте жақсы. Өйткені ол нетпейді, не замораживает дейді. Оборотный капиталды ол оны сол жерде айналдырады өзінің бизнесінде. Керемет. Содан кейін біз мысалы қандай да бір жағдай болса, мысалы банкте сразу пеня кетеді, дұрыс па? Енді несін дер кезінде төлмесе. Біз ондай кезде енді қараймыз, біз түсінеміз, яғни бизнес әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Кейбір жағдай, мысалы, білесің ғой, қаңтар болды, ковид болды, одан кейін Украинадағы соғыс басталып кетті. Сол сияқты заттар, мысалы, нарықтық шок болған кезде біз жалпы кәсіпкердің несін қараймыз, енді состояниясын қараймыз. Не себепті қазір қандай қиыншылық бар, кейде бір путем переговоров, бір көмектесу арқылы бір проблеманы шешеміз. Сондықтан кәсіпкерлер сондай енді әріптестік подходты не қылғаннан кейін, қолданып отқаннан кейін көп кәсіпкерлер олар енді банкке емес, осылай жеке инвесторлардан инвестиция алуға оларға қолайлы болады. Және дағы бір қызық зат, мысалы, бір рет көрген едім, студия танцев Дубай дедің ғой. Сонда сен қазақстандықтарға шет елде бизнес ашуға көмектесіп жатсың деген сөз ғой. Енді, соны кішкене айтып кетейік. Қараңыздар, енді бірнеше проектіміз болды. Өзімнің инвесторлық қоғам онша енді биыл ғана бастап келатырмын. Соның өзінде бір 5 проект неғып алдық, инвестиция салдық, шамамен бір 60 миллион сомасында. Ең бірінші проектіміз осы студия танцев. Енді Дубай қаласында өзі Марина дейма, сондай бір жақсы бір районда. Білем, Дубай Марина деген район бар, Со жақта ғой деймін. Керемет район, Со жақта би студиясын ашқан, бұл отандасымыз, жас келіншек. Со кісі со жерде осындай бизнес ашты. Өзің ойлашы, біз Қазақстанда қаншама адам бизнес ашам деп қорқып жүрген. Ал ол кісі жас болғанмен шет елге барып, шет елде осылай олардың заңына сәйкес қылып бизнес ашу. Содан кейін ол мемлекет өте қымбат қой. Негізі Дубайда бизнес ашу оңай зат емес. Заңды тұлға болу сол жерде оңай зат емес. Тексерістер өте көп. Әрине. Енді содан кейін осындай проектіні көрген кезде кәдімгі біздің қазақтың қыздары қандай молодец деп соған таңғалам. Біздің қыз келіншектер мықты. Соны мақтан тұтып қалдым. И содан кейін не қылдық?
сол жаққа кішігірім енді 10 миллион шамасында бір не инвестиция жасадық. Тфай құдайға шүкір дер кезінде как положено төлеп келе жатыр. Көріп тұрмын, ол жағы керемет. Мысалы депозитта ұстағаннан гөрі, мысалы да, банкты байытқаннан гөрі сол бизнесті көтеруге салған сауап деп ойлаймын бір жағынан. Өйткені бизнес, елімізде бизнес неғұрлым көп болса, экономикамыз соғұрлым қатты дамиды деген ойдамын. Негізі ол логический зат қой негізі. Әрине, конечно. Сонда қандай салалардағы бизнестерді көтеріп жатсыңдар? Мысалы, қандай инвест проекттер болды? Негізі халыққа, қоғамға пайдасын келтіретін проектлер болса, оны қолдаймыз. Әрине, мысалы, микрофинансовый организация, ішімділік, қандай темекі шегу сияқты, букмекер сияқты неге инвестиция не салмаймыз. Әрине, ол жерге табыста ондай жақсы, бірақ моральдық принцип жағынан оған салмаймыз. Бізде қандай нелер болды? Сол Дубайдағы Би студиясы, одан кейін Анри Бонар гүлдер желісі. Негізі гүлдер желісі өте жақсы проект. 20 жылдан бері осы Қазақстанда жұмыс істеп келе жатыр. Олар Forbes-тың оценкасы бойынша, 2021 жылғы оценкасы бойынша, осы Анри Бонар орталық Азиядағы топ 5 осындай гүлдер сервисінің ішінде. Мен білмеппін оны, шын айтамын, білмеппін. Бірақ гүлдер нарығының үлкен екенін білемін, миллиардтаған capacity of market дейді ғой, объем рынка огромный, миллиарды долларов, даже Қазақстанның өзінде. Олар тағы да премиум сегментте жұмыс істейді, корпоративтік клиенттері бар, өте жақсы проект. Керемет. Одан кейін общепитте проектіміз болды, тендерге қатысып көрдік, и вот последний сен андай Балако несінде қатысып жатсың ғой. Ол жылы болды өзіме, мысалы, Шымкентте дедің ба, өндіріс ашайын деп жатқан еді, қазақша балаларға арналған киім. Ұлттық нақыштағы киім. Сол үшін даже қатты несіне қараған жоқпын, финансовый показатель дейді, оны оққан жоқпын да, қолдап кетейін деп соған кірдім негізі. Енді құдай қаласа бірінші бренд болады осындай. Бұйырса, жолы болсын, осы өндірістің және сатылымы күшті болсын. Қолдап кетеміз барысынша, өзіміз мүмкін сатып аламыз да. Сол тағы бір сұрайын деген затым, жеке инвестордың көз қарасы жағынан оған қандай пайда сол бизнестерге инвестиция жасаған? Қараңыздар, көбінесе бізге, мысалы, біздің проектімізді көрген адамдар, жеке инвесторлар енді келеді ғой, әртүрлі адамдар келеді. Қарапайым халық келген кезде ол айтады, қалай депозит, мысалы, 15% береді, ал сіздер 30% бересіздер, невозможно ғой деп енді андай күмән тудырады да. Бірақ қараңыздар, енді банк не жасайды? Банк сіздерден депозитке 15%-ке ақша алады, және бизнеске сол 30%-ке береді. По сути солай ғой. Қазіргі кезде, мысалы, нарық өзі жеке инвесторларға минимально сол 28% не береді, доходность береді, табыс береді. Енді қандай проектлеріміз жалпы средний показатель примерно 30-33% деңгейдегі нелер табыс беретін проектлеріміз. Одан да кейде жақсы, мысалы, Дубайдың несі, енді ол валюталық выручка ғой, Дубайда жұмыс істегеннен кейін ол жерде енді сәл көбірек 36% береміз. Енді мен әрдайым былай деп түсіндірем да халыққа. Қараңыздар, бізде табыс және риск әрдайым бірге жүреді. Бұл әділдік принципі негізі. Келесі сұрағым болып еді, негізі қандай рисктері бар дегенімді. Мысалы, жеке бизнес, мен түсінемін, мен бизнеста өзім жүргенім үшін, халықаралық бизнеста жүргенім үшін, ол жағын түсініп тұрмын да, то, что всегда есть риск банкротства, риск не оплатить по обязательствам деп айтады орысша. Сол жеке инвестордың қандай рисктері бар деген сол туралы. Оны айтып кетейін қазір. Қараңыздар, мысалы, табыс пен риск әрдайым бірге жүреді. Бұл әділдік принципі. Яғни, мысалы, кәсіпкерлер, олар әрдайым өзіне риск алады. Риск алғаннан кейін и вознаграждение должно быть соответственным.
енді бұл логично негізі, иә, бұл логикалық тұрғыда айтсақ. Енді егер риск үлкен болса, вознаграждением де үлкен болу керек. Әрине. Болашақ табысым үлкен болу керек. Мысалы, депозит аламыз, не үшін табысы төмен? Себебі ол сенімді. Миллион теңге саласың, ертеңгі күні миллион теңге аласың, пожалуйста, бірақ табысың өте төмен болады. Енді ал бизнеске келсек, бизнес өзіне риск алады, содан кейін оның табысы да жоғары болады. Содан кейін осыдан кейін біз 30%-тік енді бизнеске мынандай тиімді, қолайлы шарттарда біз осындай табыс береміз. Жалпы біз білеміз ғой, мына финансовая грамотность жағынан бүкіл активтерді біз 3 топқа бөлеміз ғой. Мындай төмен рисктегі проектлер, инструменттер, орташа және жоғары. Мысалы, төмен рисктер бұл депозиттер, орташа рисктер облигация, және жоғары риск бұл криптовалюта, акция, венчурный инвестиции және бизнеске инвестиция деген нәрселер. Жалпы менің айтатын нем, қандай да бір адам, мысалы, енді бізде инвесторлар әртүрлі болады, бес саусақ бірдей емес. Мысалы, консервативті инвестор айтады, менің сол депозитім болса, менің пәтерлерім болса, маған сол достаточно дейді. Болды, маған еш нәрсе керек емес, қалғандарыңыз бандай мошеннический бір деп неше түрлі әңгіме айтып кетеді. Енді ондай кісілерге айтарым, сіздер жақсы 80%-ін осылай сенімді салып қойыңыздар инвестицияларыңызды. 20%-ке мақұл акция аласыз ба, криптовалюта аласыз ба, әйтеуір бір высокорискованный не алсаңыз, қоссаңыз портфельге, онда просто финансовый результат жақсарады деген сөз. Орташа рисктегі инвесторларда, оларда 50/50. Мысалы, 50% жақсы сенімді салады, 50% рисковать етеді. Және агрессивті, біз негізі екеуміз агрессивті инвесторларымыз ғой. 80% біз не қыламыз, акцияға саламыз, криптовалюта аламыз. Мен мысалы қазір неге салып жатырмын, бизнеске салып жатырмын. Бірақ 20%-ін біз облигация, депозит, немесе алтын, соған салып қоямыз. Яғни әрдайым любой инвестор диверсификациясын жасау керек. Сондықтан, мысалы, маған жас инвесторлар келеді ғой, бір проект шықса, бол 5 миллион ба, мен 5 миллион салам дейді. Мен ондай кезде қайта тежеймін, айтам, 5 миллион барса, давай, енді проектлер алда көп, диверсификация жасайық, мынаған 1 миллион салайық, мынаған 2 миллион салайық. Сонда сенің рисктерін уже төмендей бастайды. Потому что бірдей, 5 проекттің бірдей бәрі дефолтқа кетпейді. Онда теория вероятность бойынша. Біреуі кетсе, мақұл, не обидно, 500 мың күйіп кетеді максимум. Бірақ енді біз несін бәрін тексеруден жүргіземіз, өзіміз процедурамыз бар, сенімді проектіге саламыз ғой ақшаны. И поэтому барлық жағынан мы стараемся рисктің бәрін төмен азайтуға. Күшті. Сен сонда бұл бизнес деппін, бизнесің ғой негізі. Кішігірім бизнесің. Қалай осыған келіп қалдың? Қалай келдің? Қалай осы нишаға қондың? Негізі қараңыздар, мен тоже енді найме жүрген адаммын, мен де солай депозит, содан кейін бір квартира алам ба деп жүрген кісі едім да. Содан кейін бір күні мен досым айтты, Айгүл, негізі ақша әрдайым жұмыс істеу керек. Осындай просто осылай әңгімелесіп отырған кезде осындай бір ой уже кәдімгідей ойландыра бастады да мені. И содан кейін мен, онда бұл тиімді не емес қой, стратегия емес қой деп ойлана бастадым. Одан кейін Оркен Денасиловтың ПФА KZ деген платформада мен курс өттім. Жалпы инвестиция туралы, инвестиционный рынок қалай болады, не болады. Құдайға шүкір, бүгінгі таңда, соның арқасында бүгінгі таңда менде Америкада 2 брокерлік шотым бар. Біреуінде Procter & Gamble'дың акциясын алам, біреуінде жалпы диверсификацияланған портфелім бар. И білесіз ғой, андай вселенский интернет дейді соны бар ғой. Бір ойыңыз, бір мақсат қоясыз ба, обязательно керекті ақпарат, керекті адамдар келеді. Сол кезде 20-шы жылдары алдымнан бір жақсы әріптестік құрған кісілер табылды. Сол кісілердің арқасында солармен бірге жұмыс істеп келіп, осылай бизнеске инвестиция сала бастадық. Сонда сен бір өзің емессің де, соны жасап жатсың? Жоқ, сол кезде солармен бірге бастадық. Енді өз бетімше осы жылы
өз бетімше осы үлкен жолды бастап жатырмын. Керемет. Айгүл, негізі келгеніңе рахмет. Керемет сұхбат болды. Көп нәрсе, өзім үшін көп нәрсе білдім, көп нәрсе туралы естідім деуге болады. Сол көрермендер, егер сендерде сұрақтарың болса, астына жазып кеттіңдер, лайк басуға ұмытпаңдар. Мен айтам, өзім ең қызықты коммент кім жазады, соған декларациясын тегін тапсырып беремін. Мәссаған, керемет. Акция еді ғой. Рахмет, Аман, осылай шақырғаныңа. Негізі бұл бірінші подкаст, бірінші тәжірибем, өте қобалжып тұрмын, бірақ жақсы өткен. Күшті болды. Тағы бір жаңалық бар. Айгүл бізбен, Мұқағалимен, менмен ведущий болады. Келесі подкастымыз бұйырса, Құдай қаласа бірге өткіземіз келесі подкасттарды. Рахмет саған. Әрдайым сен қолдап жатқаныңа өте ризамын. Сау болыңыздар.